Айым, бұл сен бе? Не болды? Мен өз каналымды өшіріп тастадым. Сенің каналына бүкіл мектеп жазылып еді ғой. Неге сөйттің? Менің видеоларым бескостный, түрімде онша емес. Қош, саған бұндайды кім айтты? Сен сұлусың. Видеоларында өте креативті. Сіз мына комменттерге қарасаңыз. Айта берсін. Пластик. Дүйсенбі күні екеуміз күшті қылып видео түсірейік. Бәрі таңғалатын болады. Алған дейін сен демала тұр. Ертең воскресенье ғой. Қайда мені әкетіп барат, қандай ғаламшар, жанды әлемде жансыз адамдар қолында. Менің жарықшам, мұнда мәңгі түн орындалмаған армандар. Өмір деген парақта, қателерім көп, білем мұңға боп ем. Әуенім бірден бәрін алуға дәмелі бәрі, бірден бәрін алуға дәмелі бәрі. Сәлеметсіз бе? Біз алдында сіздерден форма алып едік. Нақты соны кеше төбелесіп жыртып тастады. Тағы да сондай форма бар ма сіздерде? Әрине киіп көрсеңіздер болады қалған киімдеріңізді. Рахмет қазір. Қалай, ұнады ма? Я, нормально. Иә, бұл жерде киімдер жақсы, сымбаттың киімдер качественный. Ұнаса алайық. Сауда жасағаныңызға рахмет. Тағы келіп тұрыңыздар. Рахмет, саудаңыз жүрсін. Қызыңыз өте әдемі екен. Қызым емес қой, мен бұның жеңгесімін. Жақсы, Сау болыңыз. Жансая, не болып қалды? Сіз мына қыздың сынып жетекшісі ба? Я, не болды? Осымен 4-ші рет мына сценаны бүлдіріп жатыр. Енді не істеуім керек мен? Директорға баруым керек па? Или өзіңіз бірдеңе қолданасыз ба? Жансая, мынаның бәрін шынымен де сен салдың ба? Енді, конечно мен салдым. Не деген күшті? Иә, негізі жақсы алған, бірақ енді бұлай істеуге болмайды, енді маған қайтадан өшіруге тура келеді. Жақсы, мен өзім сөйлесем. Былай тұрыңызшы, мен қазір телефонға түсіріп алайын. Мен негіз бала кезімнен бері сурет салам. Сурет салған кезде тіпті өзім басқа әлемде сезем. Бірақ өзім суреттерімді басқаларға көрсеткім келмейді. Неге? Суреттерің керемет қой. Қойыңызшы, обычный суреттер ғой. Есіңде сақта. Жүректен шыққан нәрсе басқа жүректерге жетер. Сен бастысы өз жұмыстарыңды көрсетіп жүр. Ал ұнататындар өздері пайда болады. Ал мына суреттеріңді үйіме алып кетсем бола ма? Жақсы. Қазір мен сендермен қызықты жаттығу істегім келеді. Қандай жаттығу? Мына жерде көптеген сөздер жазылған стикерлер бар. Сендер оларды аласыңдар да бір-бірінің үстелеріне жабыстырасыңдар. Келістік пе? Ал енді өздеріне қарандаршы. Жазылған сөздер сендерге ұнайды ма? Жоқ! Негізі сендердің үстелерінде осы жазулар шынымен де ілініп тұр. Бірақ олар көзге көрінбейді. Оларды сендерге ілген басқа сыныптың балалары, мұғалімдер, директор және ата-аналарын. Бірақ бұл сөздер сендер сондай адам екендеріңді білдіреді ме? Жоқ, біз ондай емеспіз. Олай болса, мен сендерге басқа жаңа стикерлер берем. Қазір сендер жама стикерлерді жұлып тастайсыңдар да, қалаған сөздерді денелеріне жабыстырасыңдар. Мына жазылған сөздер сендерге ұнайды ма? Ал егер мен саған сен сондайсың десем, не істейсің? Мен просто бұны алып тастаймын. Сендерге біреу жаман сөз айтып, бүйтіп жабыстырса, сендер оны қабылдамаңдар. Сендер ондай емессіңдер. Так, сендердің араларында баскетболды жаман ойнайтын кім бар? Ақбота, сен шынымен де жаман ойнайсың ба? Иә, ешқашан дұрыс шықпайды. Бергеші. Мә, Ақбота, қазір кольцоға лақтырып көр, е? Жүреді. Ештеңе етпейді. Давай,
Қайттан көрейікші, е? Жарайды. Ал енді мен сенің көзіңді байлаймын, иә? Сен қарамай лақтырып көр. Ой, апай, көріп тұрып саламағанда, жұмулы көзбен қалай салам? Енді көрсеңші, мен саған лақтыр дегенде, ұста. Лақтырасың, жарай ма? Жарайды. Ал енді мен мұқият тыңдаңдар, иә? Ақботаның допы түссе де түспесе де түскендей барлықтан шулайсыңдар, иә? Кәдімгі жан күйеулер сияқты айғайлаңдар. Лақтыр. Түсті менен? Жарайсың, Ақбота. Білесің ба, мен ойымша баскетболға деген талантың бар. Енді көзіңді ашып ойнап көр, жарай ма? Жарайды. Ақбота, сен папаң случайно Майкл Джордан емес па? Негізі, Ақбота, біз сені кішкене алдадық. Сен допты лақтыра алмадың. Той, апай. Негізі сен жақсы ойыншысың, бірақ өзіңе мен баскетболды ойнай алмаймын деп сендіріп тастағансың. Бірақ сенің сыныптастарының қолдауының арқасында сен самооценканы көтердік. Кейін көзіңді ашқанда сен кәдімгідей күшті ойнадың. Сендердің барлықтардың Ақбота сияқты өздеріне сенбейсіңдер. Сендердің жанкүйерлерің жоқ, бірақ енді мен сендердің жанкүйерлерің боламын. Сол үшін менің ойымша сендер үздік оқушыларсыңдар. Аялдамай сөйле. Жоқ, апай, мен камера алдында сөйлей алмаймын. Сөйлейсің, қорқпа. Әйтсе жаңа жылдағы билеген видеоны ютубыңа салып жіберем. Осыдан салып көрші. Әне, айым, сабыр ет, иә? Давай біздің мектеп туралы видео түсірейік. Сен өзіңді және бізді таныстырасың. Сәлем барлықтарыңызға, менің атым Айым, және де Айым Channel каналына қош келдіңіздер. Бұл Ақбота. Біз мені бағана айтып кеткендей, апайымыз мені паркке келді. Сағыныш бір сәтте басылады қолым жер Ана екеуміз атақсында отырмыз. сені құшақтау әлемдегі ең керемет сезім мені алшақтап итермеші сенен өтінемін сенің қолдарың біледі бар дүниені Мен жансая суретті күшті салады екенсің ғой. ең бақытты кезім жүрегімді жаз ойнатып күні түні сені ұнатып не Ayam. Senin kastın sürgen video derski çıktı. Şimdi? Ya. Seni şov bit çakır. Бүгін ауылда сұлулық конкурсы болайын деп жатыр ғой деймін, иә? Ya, бұйырса қатысам. Кстати, сен TikTok'тағы видеоң күшті шығыпты. Шын ба? Ya. Рахмет. О, Алдик. Салям, қыздар, қалайсыңдар? Сабина, ваше вчерашнее видео вообще очень круто. В следующий раз меня тоже позовите. Если что, мен де TikTok'та видеолар түсіремін. Көрсең болады. Алло, да, Жан? Привет, Жан. Ты как? Да, нормально, все хорошо. Ты меня ищешь? Я в столовке, ты придешь? Ладно, давай, сейчас подойду. Короче, мне надо сейчас в столовку идти. Если что, я там буду, давайте. Оның қызы бар ма? Білмеймін. Білейін что-то, және мені
ешқашан кешірмейтін сияқты. Досым, егер сен кешірім сұрамасаң, сен әрине кешірмейді. Сен оны барлық халықтың алдында ауылбайский болады деп айттың ғой. Енді не істеймін сонда? Бар енді, одан кешірім сұрап кел жігітше. Апай, не істеп отырсыз? Мен жұмыс істеп отырмын. Кстати, апай, сіз мұғалімдікті қайда оқыдыңыз? Мен Тұран университетінде оқыдым. Ол Қазақстандағы ең сапалы. Міне, осы сайттан көрсем болады. Мә, күшті екен. Мен де осы университеттің келіп кетті ғой. Түсінші, мен саған кеңес беремін. Окей. Жынды сен неге романтик болып жүрсің? Короче, Жәния алдында мен тұпану. Саған негізі басқа нәрсе айтқым келген. Айтпай-ақ қойшы, уже понятно ғой. Мә, Данчо, мұнда не индийский кино болып жатыр ма? Ауылбайский қызды ұнатып қалдың ба? Иә, и чё? Бақытты болдыр. Амина, бұл сен ба? Жалғызсың ба не? Барш, мен жалғыз қалғым келеді. Ой, байдың қыздары да жылайды екен ғой. А чё, новый көйлек ала алмай қалдың ба? Или Бентлиінің контейнер істемей қалды ма? Сенің проблемаларың маған бергенде ғой. Бүгін менің ата-анам қайтыс болған күн. Қалай? Қалай ата-анам қайтыс болған күн? Сенің папаң мектептің инвесторы емес па? Ол менің нағашы ағам ғой. Ата-анам бала кезінде авариядан қайтыс болған. Кешірші, мен ол жайлы мүлдем білген жоқпын. Алдында сен маған, мен сенің сияқты машинам жоқ, киімім жоқ, айфоным жоқ дедім. Есіңде ме? Ал мен ата-анамды 1 минутқа көру үшін соның барлығын бере салушы едім. Мен сенің өмірің идеальный деп ойласам, түк те идеальный емес. Даже Алдияр маған қарағанда сені көбірек ұнатады. Саған сол үшін нервім ауырады. Кстати, сен оның новый қызын көрдің ба? Ой, айтпашы, вообще онша емес қой. Неге соған қарап қалды екен? Я сен айтамын. Кстати, Амина, мені видеоға түсіріп алшы. Вау, қандай әдемі торт шықты, апай қонатын болды ғой. Айдана қарап тұршы, апай келіп қап жүрмесін. Так, мен болдым. Сурет қалай шықты, апайға ұқсайды ма? Ұқсайды, егер бір күні біздің апайымыз КамАЗымыз келсе. Барш ойнында ойнап отыршы, мешат етпейді. Той, тиіспеңдерші. Тезетіндерші, апай келе жатыр. Болды да. Если тағып жасасаң да, таяқ жейсіңдер, түсіңдер ма? Омбыдан келмес. Апай, сіз біздің жанымызға 1 айдан бері жүріп, мұғалім ретінде Гиннес рекордына енесіз. Сіз бізге сеніп, білімімізді арттырғаныңыз үшін сізге алғысым шексіз. Бізге көп уақыт шыдадыңыз, басқа апайлар көрмеген нәрсені сіз көрдіңіз. Сізге көп рахмет. Мен негізі ондай сентиментальный заттар айта алмаймын енді. Апай, короче, тыңдаңыз. Ертең біз экзаменнен өте алмай, сіз жұмыстан шығып, бомж болып кетсеңіз, мен де сіздің қасыңызда бомж болып жүруге қарсы емеспін. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Ертең енді маңызды күн, әрине. Бірақ мен одан қорықпаймын, себебі сендер үлкен жеңіске жеттіңдер, өздерін өзгерттіңдер. Оның жағындағы экзамен түк емес. Бәрі жақсы болады. Сендерге сәттілік тілеймін. Рахмет, апай. Сені тартаңыңа, басқа сезімге бірақ бағындың.
Ал балалар дайынсыңдар ма? Мына программа қайдан ошибка беріп тұрған сияқты. Биылғы жылдың ең үздік нәтижелері деп тұр. Ұстаз болу бұл қиын жұмыс. Жауапкершілікті, шыдамдылықты, темірдей мықты мінезді талап етеді. Кейде бұл жұмыс шаршатып жіберуі мүмкін, бірақ дәл осындай балалардың бақытты сәтін көргенде, олардың өзгеріп, жүздерінде пайда болған қуанышты байқағанымда, өзімнің не үшін ұстаз болуға қызыққанымды түсінем. Шамасы Құдай бұл балаларды маған үйрету үшін ғана емес, олардан үйрену үшін де жолықтырған сияқты. Олар маған әкемнің айтқан сөздерінің шын мәнісін түсіндірді. Әкем ұлы ұстаздар оқушыларды шабыттандырады деп айтатын. Ал бұл балалар мені жақсы ұстаз болуға шабыттандырды. Сол үшін менің үздік мұғалімдеріме